Баян апай, мына кезінде Қаламқаста болдыңыз, одан кейін Алматыда жаңа Қазақ концертте болдыңыз, оның алдында жаңа театрдың мәселесін айтып жатсыз. Қазір бірақ онша көп көрінбейсіз де, қазір немен айналысасыз? Қай жерде қызмет Қазір мына осы Семейде Әміре Қашаубаев атындағы филармонияда әншімін. Ал енді ол көріну деген қазір көбіне елдің бар үйінде бір текше телевизор бар, бір емес 3-4 үйден бар кейбір үйде. Содан көрінуге оның бәрі қаражат, ақша. Мен өзімнің таза адал еңбегімнен басқа кіріс кіретін жерім жоқ. Ондай ақша таба алмаймын. Бір әннің аранжировкасы, тіпті мен бір дискімді де шығара алмай отырмын. Гастрольге де барып келдім, жетпейді. Бір әнге 1000-2000 доллар сұрайды аранжировкасына. Ол деген сұмдық қой енді. Өте қымбат. Ол не себептен қымбат болып кеткенін мен түсінбеймін енді. Ол өте қиын ба, сондай ақшаға тұра ма олай аранжировка жасау. Жоқ әлде жаңағыдай дауыстары жоқ, ритмі жоқ, слух жоқ, адамдардың қиналып, олардың бәрін компьютерге түсіріп, олардың бәрін дауысын өңдеп, олардың бәрін дауысын үлкейтіп, солардың бізге келген зияны ма? Сол үшін олар көп ақша төлеп. Енді мен о жағын онша біле бермеймін. Оны жаңағы отырған азаматтар білер. Дегенмен де бізге сондай дарынсыздардың да кесір тиіп жатқан сияқты. Ондай ақшаны мен таба алмаймын. Жүрден керемет әнші болсам да. Менің репертуарымда қаншама халық әндері бар. Бұрынғы Шәмші Қалдаяқовтың, Ескендір Хасанғалиевтің, Мұрат Ибраевтың, Мейрамбек Жанболатовтың, Кеңес Дүйсекеевтің, Әсет Бейсеуовтың, кімнің Еркеғали Рахмадиевтің Роза апам айтқан романстарын мен айтам. Абай әндерінен де айтам, қаншама романстарды да айтам мен. Енді қайтем енді ақшам жоқ болса. Біз енді бұрын ешкімден ақша сұрап көргеніміз жоқ. Бізге бәрін үкімет дайындап, бәрі мынандай деңгейде болған жоқ қой енді. Ал енді қазір ол біреудің ақшасынан маған ақшаны берші деп сұрау қолымнан келмейді. Қазір өміріңізге ризасыз ба? Жалпы өнер адамы ретінде. Сол жаңағыдай шыға алмаған болмаса ризамын. Жаңағы жүрген жерлеріміздің бәрінде неге осындай дауысыңызбен неге жоқсыз, неге көрінбейсіз дейді, сол ғана бір ішіне жүрегімді ауыртады. Ал жалпы мен өзімнің орным, өзімнің іздейтін тыңдаушым бар, іздейтін халқым бар. О жағынан да ризамын. Адам тәубе деу керек қой. Қазір әншілер тойда, жиындарда барам, тойға да барам. Біздің жақта ондай көп 2000-3000 доллар деген жоқ бізде. Жүрден қандай әнші болсаң да. Бізде Семейдің өзінің зарплаттары да белгілі нәрсе ғой. Біз енді бір көп болса бір 20 000-15 000-ға ғана барамыз. Одан артық бізде көтере алмайды. Халық жалынады, аз ақша сұраңызшы деп. Кейбіреулер енді ол көп сұрайтын шығар деген бір пікірде болады екен. Мен олай ақша сұрай алмаймын. Өйткені мен елдің жағдайын білемін. Кейбір әншілер жаңа сұрасаңыз айтпай жатыр кірістерін. Сіз бірден жай айтып салдыңыз. Мен өзім жалпы ашық адаммын. Бүкпем жоқ, ондай арамдығым жоқ. Көкейімде не бар? Кейде содан таяқты жеймін негізі. Бірақ енді ол адамның қанына біткен мінез қайда барам енді? Жалпы айта салатын мінезім бар. Ойымды, пікірімді. Мынау ертең біреуге айтып барап, ертең маған бір жаман болады-ау, ертең маған біреу өкпірлейді-ау. Бірақ та өтірік айтпаймын, таза шындықты айта саламын. Жағымсымаймын да, мүләйімсімеймін да. Сол шындықты айта берген дұрыс деп ойлайсыз ба? Кейде қады. Кейде енді оның да бір өзінің бір жолдары болады екен. Шындықты айтпаудың да жолдары болады екен. Жақында теледидардан бір ағамыз сұхбат бергенде айтып жатыр, өтірік айтасыз ба десе, мәжбүр болған кезде айтамын дейді. Сол сияқты мүмкін керек те шығар. Соны мен әлі оқпай жатырмын. Соған енді сол қаныма кірмейді, кеттім осылай. Осылай кеттім енді, осылай айтам.
Ол жақсы болсын деп айтам да, енді жаман болсын десем, одан әрі деп ойлауым мүмкін ғой, неғылса болсын. Солай жүре берсін деп. А мен көріп тұрған нәрсемді көріп тұрсам, мысалы жаңағы жастардың киімдерінің дұрыс емес екен, әні өзіне келмейтін, сахарада тұрысының қат екен, айтам мен. Бірақ олар мені жақсы қабылдайды. Мен жақсы болсын деп айтам. Қазір өнер мүлде бұзылып кетті деп ойлайсыз ба? Жоқ, мүлдем бұзылды деп айту көпке топырақ шашумен бірдей ғой ол. Тамашалар бар ғой. Пайызбен алғанда қанша қалай деп ойлайсыз ба? Енді қазір 90% өтірік қой жаман. Соның ішінде жақсы, өзіміздің бұрыннан келе жатқан әншілерімізше Роза, Мақпал, жаңағы Бағдат, Майра, енді оларға ешкім жетпейді ғой әрине. Олар өзі бір бөлек, бір шоқ. Одан кейінгі келе жатқандардан енді мен жаңағы Мұзарт тобын жақсы көрем, жігіттердің тобын жақсы көрем, тыңдаймын. Содан кейін жаңағы кімді жақсы көрем? Жексенұлы. Жұбаныштың әнін мен енді ешкім теңгермей жақсы көремін. Жұбаныш жүрегімен айтады, таза айтады, қазақилығымен айтады, жақсы айтады. Сондай өзі бір дархан болып тұрады, соны ұнайды маған. Жұбанышты, жаңағы Мейрамбектің жүректің адамның жүрегі, Мейрамбектің жүрегі өзінен үлкен. Мынау әрбір адамға, мына залда тұрған әрбір адамға жеткізіп айтады. Сондай мен сонысын ұнатамын Мейрамбектің. Жақсы әнші, өте жақсы әнші. Сіздің өзіңіздің үлкендердің кумиріңіз болды ма? Кім? Менде сол жаңа Бағланова болды. Мен Бағлановаға енді құдіретімді табындым. Сол кісіге басымды идім. Ол кісі соны білетін еді. Сен сияқты таза жақсы көру деген болмайды ол деп қоятын маған. Мен сол кісінің әрбір қимылын тура келе жатса алдынан шығатын едім. Өзімді не күш итеретінін білмеймін. Ол кісі өмірден өткенде де жыладым. Көпке дейін есімнен қалмай қойды. Ауырып жатқанда мен звондадым, ол кісінің телефонына звондап едім. Мен сенің көз алдыңда қалай қалдым, солай қалайым. Сен маған келмей қой деді. Бағың ашылсын. Рахмет деді. Сол қош бол деп тұрып қоя салды. Осы қалпында қалдым мен де сырасында да. Кейін енді жүдеген шығар, білмеймін де осы. Сен сол қалпында қалайын деген, бірақ көп айтады, ешқандай бұзылмай, ол кісі сол қалпында кетті деп. Ондай асыл адамда қайда? Ол кісіде Алланың рахмет түскен адам ғой. Ғажап. Енді Бибігүл апамыз да бір ғажап адам болды ол кісіде. Сол сияқты жаңағы әншілер жақсы. Тамараны жақсы көрем, Асарды. Тамара да жақсы айтады, тамаша. Сөздер анық. Жақсы әнші.